Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан. Бүгін сіздерге панкейктің ең оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Және де видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып аламыз. Үстіне секерді салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Секеріміз әбден ерігенге дейін бір араластырып аламыз да, одан кейін үстіне секер және де сүтті қосып, қайтадан барлығын жақсылап араластырамыз. Сүт бөлме температурасында болуы керек, не болмаса оны аздап қана жылытсаңыз болады, бірақ ысытпаймыз. Сұйық массаларымызды араластырып болғаннан кейін, оның үстіне қопсытқышты қосып, електен өткіземіз. Қайтадан венчиктің көмегімен бір араластырып аламыз, одан кейін үстіне сұйық майды қосамыз. Панкейкке қажетті барлық ингредиенттерді видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кететін боламын. Сұйық майды қосқаннан кейін жақсылап барлығын бір араластырып алып, енді панкейкіміз пісіруге дайын. Табамызды майламаймыз. Құрғақ табада видеода көрсетілгендей етіп құйып пісіре береміз. Панкейктің көлемін өзіңіз қалауыңызша құйып дайындасаңыз болады. Жай отта пісіреміз және де панкейкті құйғаннан кейін бетінде аздап тесіктер пайда болғаннан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Бұл панкейктер өте тез дайындалып, тез піседі. Оған көп уақытыңыз кетпейді, сондықтан міндетті түрде сіздер де дайындап пісіріп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, және де міндетті түрде мен каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым алғашқы болып сіздерге көрінетін болады.